Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен каркаде шайының көп адам біле бермейтін қасиеттері туралы сөз қозғаймыз. Айтпас бұрын, сау денсаулық атты каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруларыңызды өтінемін. Алдын ала рахмет. Каркаде қызыл күрең түсті сергітетін сусын. Оны Мысырда және басқа да елдерде барлық аурулардан құтқаратын дәрі деп санайды. Ал біздің елде оны жағымды дәмі үшін бағалайды. Каркаде суық және ыстық күйінде әртүрлі қасиетке ие болатындығын көп адам біле бермейді. Қазір каркаде кең таралып, көпшілік оны ыстық елдерден кәдесый ретінде әкеліп жатады. Ол қысқы да, жазғы да мәзірге келе береді. Каркаде жалпы гибискустың негізгі екі түрі бар. Оның біріншісі розелла. Үндістанда өндірілетін сусын, ыстық және суық күйінде шөлді жақсы басады. Жеміс ноталары сезілетін қышқылдыққа ие. Екіншісі гибискус сударифа. Судан немесе Египетте өсіріледі. Бұл түрі бөлек сусын ретінде пайдаланылады, немесе дәмін жақсарту үшін басқа да шай қоспаларына қосып әзірлейді. Каркаде гибискус гүлінен дайындалатын сусын. Каркаденің құрамында көптеген пайдалы микроэлементтері бар. Мысалы, магнийдің арқасында ол жеңіл тыныштандырушы, түйелуді басатын қасиетке ие және зат алмасуды ретке келтіреді. Сонымен қатар оның құрамындағы кальций және фосфор сүйектерді, тісті, шашты қатайтуға көмектеседі. Бұл сусынды ыстық күні қатты терленетіндерге немесе тамақтан уланғандарға ішуге ұсынылады. Себебі калий мөлшерін қалпына келтіруге көмектеседі. Каркаденің құрамында жалпы А, С, ПП және В дәруменінің бар. Ол қан тамырларын қатайтуға ықпал етеді және де А витаминоздан құтылуға көмектеседі. Жүйке жүйесін реттейді, күйзелістен қорғайды және көңіл күйді көтереді. Бай витаминдік және минералдық құрамның арқасында сусын ағзаға жақымды әсер етеді. Ауыр металдардың тұздарын кетіреді, ішектерді тазартуға көмектеседі. Каркаде әртүрлі қабынуларға қарсы көмектесетін антиоксиданттардың көп мөлшеріне ие. Сондай-ақ сусын қант диабеті және метаболитикалық синдромы бар адамдарда қандағы холестерин мен триглицерид деңгейін төмендетуі мүмкін. Гибискус сығындысы токсиндерді кетіретін ферменттердің мөлшерін көбейту және ағзаның зақымдануы мен семіздікті болдырмау арқылы бауырға пайдалы болуы мүмкін. Сусын әртүрлі шектеулі диеталарға қосу үшін жақсы жұмыс істейді. Бұл жағдайда каркадені қолдану дәрі-дәрмекті түгелдей қабылдауды тоқтату деген сөз емес. Оның құрамындағы бар микроэлементтер, дәрумендер мен қышқылдар жинағы миға жақсы әсер етеді. Сондықтан бұл сусынды емтиханға дайындалғанда ішуге әбден болады. Каркаде қысымды ретке келтіріп, ағзаның жалпы жағдайын жақсартады. Алайда одан дайындалған суық сусын қысымды төмендетеді. Тек сау адамға ол бейтарап әсер етеді. Каркаденің басқа пайдалы қасиеттері: инфекциялар мен бактериялардың дамуына қарсы тұрады, сұйық тию мен тұмауға, еркін радикалдармен күреседі, өт өндірісін жақсартады, ісінуді жояды, артық сұйықтықтарды кетіреді және жүйке жүйесін тыныштандырып, шаштың өсуін ынталандырады. Асқазан, ішек жолдарын жүргізуге көмектеседі, әсіресе метаболизмді жеңілдетеді. Есте сақтау қабілетін жақсартып, ми қызметін белсендіреді. Каркаденің жалпы ері адамдарға пайдасы. Каркаде қан айналымын, соның ішінде жамбас аймағын реттей алады. Бай химиялық құрамның арқасында сусын ағзаның жалпы жағдайына жақсы әсер етеді. Қуық асты безінің ауруларына пайдалы, ісінуді, кернеуді жеңілдетуге және физикалық белсенділіктен кейін қалпына келтіруге, ұйқы безінің жұмысын жақсартуға, респираторлық аурулардың жағдайын жеңілдетуге, иммунитетті арттыруға көмектеседі. Бұл әсіресе күзгі қысқы кезеңдерге пайдалы. Ал әйел адамдарға каркаденің пайдасы: каркаде антиоксиданттардың көп мөлшері бар. Ол тотығу стрессімен күреседі. Соның арқасында қартаю процестері баяулап, метаболизмді жақсартады. Әйел адамдарда болатын ерте климакс белгілерін жеңілдетеді, денені тазартады, терінің, шаштың және тырнақтың күйіне пайдалы әсер етеді. Гибискус сығындысы косметологияда қалпына келтіретін және жасартатын кремдердің құрамына кеңінен қолданылады. Егер сіз шайды мұздатқышқа қатырған түрінде таңертең бетіңізге пайдалансаңыз, бұл теріні сергітеді және оны қатайтады. Сондай-ақ қабынуды жеңілдету үшін ваннаға арналған суға қосып тұтынуға болады. Сусын метаболизмге жақсы әсер етеді, сондықтан үнемі тұтыну салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Жұмсақ диуретикалық әсерге байланысты каркаде шайы денеде артық сұйықтықтың жиналуына қарсы тиімді.
бұл салмақ жоғалтуға да пайдалы. Жалпы алғанда, сусынды қалыпты тұтыну жалпы әл-ауқатты жақсартады, мидың жұмысын ынталандырады, дәрумендер мен минералдарды қанықтырады. Каркаденің пайдасы оның зиянды тұсынан басымдырақ, алайда оны кез келген өнім секілді қарсы көрсетіндері бар екенін ескертеміз. Каркадені жоғары қышқылдағы гастрит немесе жараның ұлғайған түрі бар адамдарға абайлап ішу керек. Сонымен қатар каркаде кей адамдарға аллергия беруі мүмкін. Каркадені кішкентай балаларға, соның ішінде диатезбен қиналатын балаларға бермеңіз. Жүкті немесе емізетін әйелдерге қауіп деңгейі орнатылмаған, сондықтан тұтынар алдында алдын ала дәрігерлермен кеңес алған жөн. Жалпы каркаденің қалай дайындау керек? Каркаде шайын әйнек немесе балшықтан жасалған керамикалық фарфор ыдыста дайындау керек. Себебі сусын металлмен жанасқанда тұнбаның пайдалы көздері, қасиеттері бұзылатын заттар бөлуі мүмкін. Жалпы 1,5-2 шай қасық каркаде шайына 3-4 бүтін гүлді 300 мл қайнаған су құйып 5-6 минутқа қалдырып, судан кейін ыстық күйінде де, сұйық күйінде де тұтынуға болады. Ал каркадені жемістермен араластырып, ыстық күнде шөлдік қандыратын салқын сусын ретінде дайындауға болады. Ол үшін 2 литр сұйықтық үшін 5-6 қасық каркаде шайы, 2-3 лимон бөлігі, жалбыр жапырақтары және де пышақтың ұшымен ұнтақталған даршын, дәміне қарай қант қосып, 10-15 минутқа қалдырып, күткен соң дайын болған шайды қалауыңызша тұтынуға болады.